Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін даму мойынның топографиялық аймақтары. Бүгінгі сабақта біз мойынның аймақтарына, оның клетчаткалық кеңістіктеріне, мойын шандырлары, яғни шевкуненко бойынша 5 фасцияға, мойын үшбұрыштарының әрқайсының послойына талдайтын боламыз. Мойын мүшелеріне жеке-жеке топографиялық орналасуына тоқталатын боламыз. Одан бөлек әрбір аймақтың, әрбір бұлшықеттің, әрбір үшбұрыштың қанмен қамтамасыз етілуі, иннервация, лимфаттыққа тоқталатын боламыз. Бірінші, мойын бастан шартты сызық арқылы бөлініп тұрады. Мына жерде 10 цифрыменен көрсетіліп тұр ғой. Бұл шартты сызық осы жерден басталады, яғни осы төменгі жақтың төменгі жиегінің бойыменен барады дағы емізікше тәрізді өсіндіге дейін барады. Вот 8 деп тұр мына жерде. Осы жерде емізікше тәрізді өсіндіге дейін барады. Сол емізікше тәрізді өсіндіден ары қарай ол бізде шүйде сызығына дейін жетеді. Артта вот мына жерде шүйде сызығына дейін жетеді. Бұл бізде мойынның жоғарғы шекарасы болып табылады. Ал енді төменгі шекарасына тоқталатын болсақ, төменгі шекарасы вот мына жерде 1 цифрымен көрсетіліп тұр. Төстің мойындырық ойығынан басталады. Жеті жоғарғы жиек, яғни бұғананың жоғарғы жиегінің бойымен жауырынның акромиальды өсіндісіне дейін барады. Одан жетінші мойын омыртқа, вот жетінші мойын омыртқаның қылқанды өсіндісіне келіп, осы жерде жалғасады. Осымен бізде мойынның төменгі және дағы жоғарғы шекарасына тоқталдық. Келесі бізде мойынның аймақтары. Мойынның аймақтары топографиялық, яғни мойын топографиялық орналасуына қарай 4 аймақтан тұрады. Біріншісі ол бізде мойынның алдыңғы аймағы регио cervicalis anterior. Екіншісі ол бізде регио sternocleidomastoideus, төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет аймағы. Үшіншісі мойынның латеральды аймағы. Төртіншісі мойынның артқы аймағы. Бұл жерде біз білуіміз керек, әрбір аймақтың жаңағы шекараларын білуіміз керек бізде. Мойынның алдыңғы аймағына бастайық. Мойынның алдыңғы аймағы бізде жоғарыда жаңағы жақ сүйектің төменгі жиегіменен шектесіп тұр. Бүйірінен төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің алдыңғы қырыменен шектесіп тұр. Алдыңғы жиегімен, то есть төменнен еремная вырезка грудины, то есть мойындырық тілігі дейміз ғой, сомен шектесіп тұр. Бұл жерде біз ескеретін нәрсе, жалпы қазір үшбұрыштарға тоқталған кезде айтамын, тіл асты сүйегі арқылы бұл 2 аймаққа бөлініп тұр мойынның алдыңғы аймағы. Тіл асты сүйегінен жоғарғы орналасқан үшбұрыш, яғни осы жердегі жоғары орналасқан бұлшықеттер және дағы тіл асты сүйегінен астында орналасқан аймақ деп атаймыз. Былай бөлейік. Тіл асты сүйегі үсті аймағы, тіл асты сүйегі асты аймағы болып бөлінеді. Жалпы бұл жерде мойынның алдыңғы аймағында ескеру қажет. Вот мойын алдыңғы аймағы біз жаңа айтып отырық қой. Аяғынан төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет арқылы бөлінсе, алдынан ол бізде ортаңғы сызық арқылы бөлінеді. Ортаңғы сызық арқылы вот симметриялы 2 аймаққа бөлініп тұр ғой, оң және дағы сол болып. Бұл ортаңғы сызық түзіліп тұр мойынның ақ сызығы деп атайды оны. Екінші, үшінші фасцияларының бірігуінен түзіледі. Яғни жаңағы мойынның алдыңғы аймағының мына бетіндегі шекарасы ол бізде мойынның ортаңғы сызығы болып аталады екен. Бұл мінекей көріп тұрғанымыздай тіл асты сүйегі арқылы тіл асты сүйегі үсті аймағы, тіл асты сүйегі асты аймағы болып бөлінеді. Жалпы келесі аймақ ол бізде жаңағы төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет аймағы. Осы бұл аймақ осы бұлшықеттің проекциясына сәйкес келеді. Келесі латеральды аймақ. Латеральды аймақ бұл бізде бер жақтан трапеция тәрізді бұлшықетпен шектеседі. Ал төменнен жаңағы бұғананың жоғарғы жиегіменен шектеседі. Аяқта төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің артқы қырымен шектеседі. Төртінші аймақ мойынның артқы аймағы. Бұл бізде жаңағы трапеция тәрізді бұлшықетпен төменнен бұғанаменен шектеседі екен. Біз мойынның үшбұрыштарына, мойынның фасцияларына тоқталмастан бұрын, бірінші мойынның бұлшықеттеріне тоқталып кетуіміз міндетті болып табылады. Себебі біз мойынның бұлшықеттерін білмей, мойынның фасцияларын жаңағы ложа, капсула, футляр, қай фасция, қай бұлшықетке футляр түзетінін біз білмей қаламыз, егер біз бұлшықеттерді дұрыс түсінбейтін болсақ. Сол себепті бірінші бұлшықеттерді жақсылап түсініп алайық, достар. Біріншісі мойынның бұлшықеттері өзі 3 қабатқа бөлінеді делік. Бірінші қабат, яғни беткей қабат, екінші қабат, ортаңғы қабат, және дағы үшінші терең қабат. Бірінші қабатқа қай бұлшықеттер жатады? Бірінші қабатқа бізде мускулус платизма, беткей бұлшықет, мойынның беткей бұлшықеті жатады. Және дағы екіншісі мускулус sternocleidomastoideus, төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет. Осы 2 бұлшықет бізде мойынның беткей қабат бұлшықеттеріне жатады. Ал екінші қабат ол бізде мойынның ортаңғы қабатының бұлшықеттері.
мойынның ортаңғы қабатының бұлшықеттері осы тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшықеттер және дағы тіл асты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер болып бөлінеді. Бұлардың барлығы тіл асты сүйегіне бекініп тұрады, иә? Яғни тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшықеттерге бізде мускулус милохиедус. Осы бұлшықет, яғни жақ тіл асты бұлшықеті. Бұл бұлшықет бізде яғни жақ асты сүйегінің төменгі жиегіне басталады да барып тіл асты сүйегінің жоғарғы жиегіне барып бекінеді. Екіншісі бізде қос қанжалы бұлшықет. Бұл жерде қос қанжалы бұлшықеттің артқы қанжасын көріп тұрмыз. Мына суреттен мына жерден көре аламыз біз. Мынау қос қанжалы бұлшықеттің алдыңғы қанжасы, ал мынау қос қанжалы бұлшықеттің артқы қанжасы. Үшінші бұлшықет бұл бізде емізік тәрізді бұлшықет. Емізік тіл асты бұлшықеті деп аталады. Мускулус стилохиедус. Емізік тәрізді өсіндіден басталады дағы тіл асты сүйегіне барып бекінеді. Төртінші бұлшықет жақ тіл асты бұлшықеті. Мускулус генехиедус. Суретте бұл жерден таба алмадым. Одан кейін бізде келесі тіл асты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер. Бұларда төртеу. Біріншісі ол бізде мускулус стernохиедус. Бұл төс тіл асты бұлшықеті, яғни тіл асты сүйегінің төменгі қырынан басталады дағы жаңағы төстің өсіндісіне барып бекінеді. Одан кейін жауырын тіл асты бұлшықеті мускулус омохиедус. Мына бұлшықетті айтамыз біз, мускулус омохиедус, жауырын тіл асты бұлшықеті. Үшіншісі ол бізде мускулус тахироидус, қалқанша тіл асты бұлшықеті. Төртінші бұлшықет мускулус стernотахироидус, төс қалқанша бұлшықеті. Бұл бізде ортаңғы қабаттың бұлшықеттері, яғни 4 жоғары орналасқан бұлшықет, 4 төменгі орналасқан бұлшықет. Енді келесі ең терең қабаттың бұлшықеттері. Мойынның терең қабатының бұлшықеттерін өзі бізде 3 топқа бөлінеді екен. Латеральды орналасқан бұлшықеттер, иә? Одан кейін медиалды орналасқан бұлшықеттер, одан кейін шүйде асты бұлшықеттері. Енді әрқайсысын жеке тоқталайық. Латеральды топ бұлшықеттері бізде оған жатады, сатылы бұлшықеттер жатады ғой. Алдыңғы сатылы бұлшықет, ортаңғы сатылы бұлшықет, мускулус скаленус антериор, постериор, медиус, осылар. Ортаңғы, алдыңғы, артқы сатылы бұлшықеттер. Бұл мойынның терең қабатының латеральды топ бұлшықеттеріне жатады. Одан кейін мойынның терең қабатының медиалды топ бұлшықеттеріне бастың ұзын бұлшықеті, мойынның ұзын бұлшықеті, мускулус лонгус коли, мускулус лонгус капитус жатады. Ал енді шүйде асты бұлшықеттері бізде, яғни оған 4 бұлшықет кіреді. Бастың үлкен, артқы сурет арқылы мускулус капитус, постериор майор. Оған бізде фотода көрсетілген мускулус ректус капитус постериор. Одан екінші бұлшықет бастың кіші артқы тік бұлшықеті, фотода номер 1 деп көрсетілген. Үшінші бұлшықет бастың жоғарғы қиғаш бұлшықеті 3-пен, яғни 4-пен бастың төменгі қиғаш бұлшықеті көрсетілген. Осымен біз мойынның бұлшықеттерін толық түсіндік деген ойдамын. Келесі бізде мойынның үшбұрыштарына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Мойынның үшбұрыштары бізде мойынның алдыңғы аймағының үшбұрыштары және дағы мойынның латеральды аймағының үшбұрыштары болып бөлінеді. Мойынның алдыңғы аймағының үшбұрыштары бізде тіл асты сүйегі және дағы қос қарыншалы бұлшықет арқылы тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан үшбұрыштар және дағы тіл асты сүйегінен төмен орналасқан үшбұрыштар болып бөлінеді. Тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан үшбұрыштарға бізде жақ асты үшбұрышы тригонум субмандибуляре және дағы тригонум субменталис жатады. Тригонум субмандибуляре жақ асты үшбұрышының құрамында бізде түрлі үшбұрышы, пирогов үшбұрышы болады. Енді бұлардың әрқайсынан жеке тоқталайық. Жақ асты үшбұрышы тригонум субмандибуляре шекарасы, төменгі жақ сүйектің төменгі жиегі, қос қарыншалы бұлшықеттің бүйір қабырғалары. Бұл үшбұрыштың құрамында жүреді бізде жақ асты силекей безі, лимфа түйіндері, беттік артерия, вена, тіл артериясы және дағы тіл нерві жүреді. Жалпы пирогов үшбұрышы. Пирогов үшбұрышының бізде негізгі маңызы, яғни практикалық маңызы десек болады, ол тіл артериясына жаңағы хирургиялық операция кезінде байлау болып табылады. Тіл асты үшбұрышының енді бұл бізде жаңағы мускулус миоглоссус жақ тіл асты бұлшықетінің астына жатады дағы бұл үшбұрышты бізде мускулус хиоглоссус толтырып тұрады. Жалпы бұның шекаралары тіл үшбұрышының төменнен бізде жаңағы қос қарыншалы бұлшықеттің артқы іші деп атаймыз ғой, сол жатады. Алдынан жақ тіл асты бұлшықеті мускулус миоглоссус шектеп тұрады пирогов үшбұрышын. Одан кейін бізде тағы айтатын кететін нәрсе ол жақ асты үшбұрышы жұп болатын болса,
екі асты үшбұрыш тригоном субменталис ол бізде тақ болып келеді. Бұлардың әрқайсысын біз жаңағы фасцияларды талдағаннан кейін бұлардың әрқайсысын біз послойны, иннервациясын, лимфоток, венотокты талдайтын боламыз. Келесі ол бізде екі асты үшбұрышы, оның шекаралары қосқаншалы бұлшықтың алдыңғы қаншасы және дағы тіл асты сүйегінің денесі. Бұл үшбұрышта бізде екі асты артериясы, екі асты лимфа түйіндері, бет артериясы менен бет нерв өтеді және дағы мускулус миоглоссусты нервтен жүретін мускулус нервус миоглоссус өтеді. Келесі үшбұрыш ол бізде жаңағы тіл асты сүйегінен төмен жатқан үшбұрыштарды айтамыз. Ол бізде біріншісі ұйқы үшбұрышы. Ұйқы үшбұрышының шекаралары артынан қосқаншалы бұлшықтың артқы қарыншасы менен жоғарыдан жауырын тіл асты бұлшығетінің жоғары қарыншасы, алдынан кеуде бұғана бұлшығетінің алдыңғы қырыменен шектелген. Бұл жерде бізде жалпы ұйқы үшбұрышының құрамында триада дейміз ғой, бірге жүретін. Жалпы ұйқы артериясы, ішкі мойындырық вена, кезбе нерв бірге жүреді. Біз послойный топографияда бұл жерде талдаймыз осы ұйқы артериясының жолын, симпатикалық сабаудың топографиясын, жаңағы кезбе нервтің топографиясын тоқталамыз, және дағы осы үшбұрыштың послойны талдайтын боламыз. Яғни бұлшықеттерге қандай фасция түзеді, қандай ложалар болады деген сияқты. Келесі үшбұрыш ол бізде жаңағы мына жерде айта кететін нәрсе, бізде жаңағы тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан екі үшбұрышты айттық қой, иек асты үшбұрышы және дағы жақ асты үшбұрышы. Иек асты үшбұрышы бізде тақ екені көрініп тұр мына жерде. Ал тіл асты үшбұрышы бізде мына жерде тіл асты үшбұрышы көрінген, яғни ол жақ асты үшбұрышының ішінде жүреді. Одан кейін бізде қазір мынау бізде жақ асты үшбұрышы тригоном субмандибуляре, ол бізде жұп болып келеді, яғни оң жақтағы және дағы сол жақтағы. Келесі үшбұрыш ол бізде келесі үшбұрыш жауырын кеңірдек үшбұрышы тригоном оматрахеали. Бірінші бұл үшбұрышқа тоқталмас бұрын біз білуіміз қажет маңызды бұлшықет, ол бізде жаңағы жауырын тіл асты бұлшықеті. Неге бұл бұлшықетті міндетті түрде білуіміз керек біз? Себебі біз қазір латеральды аймақтың бұлшықеттерін талдаған кезде осы бұлшықет бізде екі аймаққа бөліп тұрады. Жауырын трапец екі үшбұрышқа бөліп тұрады. То есть жауырын трапеция үшбұрышы және дағы жауырын бұғана үшбұрышы. Олардың әрқайсына тоқталамыз. Бірінші жауырын кеңірдек үшбұрышы. Алдыңғы аймақ тіл асты сүйегінен төмен орналасқан үшбұрыш. Жауырын кеңірдек үшбұрышы, оның шекаралары осы біз жаңа айтып өткен жауырын тіл асты бұлшықетінің осы бұлшықеттің алдыңғы қарыншасы, одан кейін алдыңғы жағынан төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет мускулус стernocleidomastoideus мастоидеус және дағы мойынның ақ сызығымен шектелген. Ақ сызықты білеміз, бағана көрсетіп кеткен. Мойынның латеральды аймағының үшбұрыштары бізде айтып өткенімдей екі үшбұрыштан тұрады. Ол екі үшбұрышқа бөлінеді. Осы жауырын тіл асты бұлшықет арқылы біз жаңа бұлшықетті көрсетіп кеттім. Сол бұлшықтың артқы қарыншасы арқылы екіге бөлініп тұр. Яғни жауырын трапеция тәрізді бұлшықет тригоном оматрапециоидиум және дағы жауырын бұғана үшбұрышы. Бұлардың әрқайсына біз шекарасына тоқталып кетеміз. Бірінші жауырын трапеция тәрізді бұлшықет, ол бізде төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің артқы жиегіменен және дағы трапеция тәрізді бұлшықеттің латеральды жиегіменен жанасады. Және дағы жауырын тіл асты бұлшықеттің артқы шекарасымен шектелген. Бұл үшбұрыштың құрамында бізде мойын өрімі жүреді. Ал келесі бөлімде біз мойын өріміне топографиялық орналасуы жаңағы мойын өрімінің несіне толық тоқталатын боламыз. Келесі үшбұрыш ол бізде жауырын бұғана үшбұрышы. Көріп тұрғанымыздай жоғарыда бұл бізде төс бұғана емізік тәрізді бұлшықетінің артқы жиегіменен, то есть одан кейін бүйірінен төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің артқы жиегіменен, жоғарыдан жауырын тіл асты бұлшықетінің артқы қарыншасыменен және дағы төменен бұғанамен шектелген. Құрамында бізде бұғана асты артериясыменен бұғана асты венасы жүреді. Тоже послойно талдайтын боламыз келесі сабақта. Мойынның топографиялық анатомиясы бірінші бөлімі аяқталды. Келесі екінші бөлімде біз талдайтын боламыз. Мойынның Шевкуненко бойынша 5 фасциясы, әр фасцияға жеке тоқталамыз. То есть қай фасция қандай бұлшықетке футляр түзеді, қай фасция қандай артерияны қынап түзеді, соған тоқталатын боламыз. Одан кейін әрбір фасцияның арасындағы клетчаткалық кеңістікке, бұл клетчаткалық кеңістікте не орналасады, қандай жаңағы ложа болады деген сияқты соларға тоқталамыз. Одан бөлек мойынның жаңағы мүшелеріне,
тоқталатын боламыз. Жеке кеңірдек, көмей, өңеш, жұтқыншақ, солардың әрқайсының топографиялық анатомиясына тоқталамыз. Одан бөлек біз талдайтын боламыз мойын өрімі, симпатикалық сабау, иық өрімі, әрбір үшбұрыштың топографиялық анатомиясына тоқталамыз. Сондықтан да екінші бөлімді күтіңіздер. Каналға подписка жасап, біздің лекциямыз қажет болса, астындағы ссылкаға жазып кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.